Бүйректегі құм несеп тас ауруының алғашқы көрінісі. Егер ем уақытында қабылданбаса, адамның өмір сүру салты өзгеріп, бүйректе тас пайда болады. Бүйректегі құмның пайда болуының бірнеше теориялары бар. Олардың көпшілігі тамақтануға, су балансына, инфекцияларға және де басқа да қолайсыз факторлардың әсерінен болады. Зәрдегі pH деңгейінің өзгеруі ұсақ құмның түзілуіне жағдай жасайды. Сонымен қатар ет тағамдарын пайдалану зәрдің қышқылдануына, ал сүт пен өсімдік тағамдары сілтіленуіне әкеледі. Бүйректегі құм ұзақ уақыт бойы байқалмауы мүмкін. Жалпы бүйрекке құмның жиналуына зат алмасудың бұзылуы, несеп қышқылының көбеюі, магний элементінің жеткіліксіздігі, қуық асты безінің қалыптан тыс ұлғаюы, қалқанша бездерінің гиперактивтілігіне байланысты ағзадан кальцийдің шамадан тыс шығарылуы, несеп жыныс жолдарында қан ұйғыштарының пайда болуы, бөгде заттардың болуы, созылмалы қабыну және де инфекция, бүйрек жұмысының өзгеруі, тұзды сүт өнімдерін және де жануарлар ақуыздарын шамадан тыс тұтыну себеп болады. Бүйрекке құмның жиналғанын қалай білеміз? Жоғарыда айтып өткенімдей, бүйрекке құмның жиналғаны білінбеуі мүмкін, бірақ мынандай белгілер арқылы білуге болады. Бел аймағындағы ауырсыну, зәрде қан түйіршіктерінің жасушаларының пайда болуы, дизурия, зәр шығару кезінде ауырсыну және ыңғайсыздық, жиі және баяу зәр шығару. Осы белгілер байқалса, дереу дәрігерге тексерілу керек. Одан бөлек велосипед тепкенде, биікке шыққанда, жүгіргенде, секіргенде де ауру байқалады. Бүйрекке құмның пайда болуына не себеп болады? Оны бір сөзбен немесе бір ғана себеппен түсіндіре алмаймыз. Құмның пайда болуына көп жағдайлар әсер етеді. Нақтырақ айтқанда, энергиясы жоғары және консервіленген тағамдарды тұтыну, майда еритін А, Д дәрумені мен аскорбин қышқылының тапшылығы, суды тым аз ішу, көп терлеу және сусыздану, гиподинамия, кіші дәретке уақытында бармау, бүйректің созылмалы қабынуы себеп болады. Әдетте несеп буферлік жүйелердің әсерінен тұз кристалланбайтын су физиологиялық ерітіндісі болып табылады. Көбінесе зәр шығару жолындағы тоқырау процестері буферлердің белсенділігін бұзуы мүмкін, салдарынан құм пайда болады. Бүйректе құмның бар екенін қалай анықтаймыз? Көп жағдайда бүйректегі құм ультрадыбыстық сканерлеу арқылы анықталады. Кейбір жағдайларда дененің орнын өзгерткен кезде құмның қозғалысы визуальды түрде көрінеді. Кешенді диагностика бағдарламасына қан мен зәрдің жалпы клиникалық талдауы, биохимиялық қан сараптамасы да кіреді. Бұл сараптама құмның шығу себебі мен химиялық құрамын анықтауға көмектеседі. Бүйректегі құмды қалай түсіреміз? Ауру емделу мүмкін бе? Бүйректегі құм алдымен адамның өмір сүру салтын өзгертеді. Сондықтан қандай да бір жайсыздықты байқасаңыз, дереу дәрігерге тексеріліңіз. Жалпы бүйректегі құмды түсіруге болады. Егер ауруды басталған кезде анықтасаңыз, консервативті ем қабылдайсыз. Ол кезде зәр мен қанның биохимиялық көрсеткіштерін қалыпқа келтіруге бағытталған дәрі қабылдайсыз. Одан бөлек дұрыс тамақтану, су режимін сақтау, физиотерапия жаттығуларын жасау ұсынылады. Ал асқынған жағдайда хирургиялық емге жүгінуге мәжбүр боласыз. Бүйректегі құм тасқа айналған кезде тек ота арқылы алып тастауға тура келеді. Аурудың алдын алуға болады ма? Қайсы бір аурудың алдын алсаңыз тез жазылады. Мәселен, мына әрекеттер зәр шығару жүйесінде құм мен тастардың пайда болуы ықтималдығын азайтуға көмектеседі. Күніне кем дегенде 2,5-3 литрге дейін сұйықтық ішіңіз. Күніне бірдей тағам жеуден сақтаныңыз. Тамақтану мәзіріңізді түрлі тағаммен толтырасыз. Бүйрек адам үшін ең маңызды мүше. Сондықтан оның сау болуы бүкіл ағзаңыздың сау болуының кепілі екенін ескеріңіз. Бүйректі уақытылы емдемесе, несеп тас аурулары дамиды және бүйректегі құм тасқа айналады. Аурудың алдын алу үшін ең алдымен жеп-ішетін тағамыңызға өте мұқият болыңыз. Тұз, сүт өнімдері мен газдалған спиртті сусынды шамадан артық тұтынсаңыз, бүйрекке зауал келтіресіз. Оның орнына дәнді дақылдарды, көкөніс пен жеміс-жидекті көбірек жеңіз. Күніне кем дегенде 2 литрге дейін су ішуге әдеттеніңіз. Оған қоса физикалық белсенділік, жаттығу жасау, жаяу жүру күнделікті жұмысыңызға айналсын. Сонда сіз бүйректің ғана емес, бүкіл ағзаңыздың саулығын сақтай аласыз. Ақпарат ұнады деген ойдамын. Тағы да қандай ақпараттар күтесіздер? Пікір қалдыра кетіңіздер.